Жапалақ көрсең атып ал. Күндердің бір күнінде Сүлеймен патша алтын күміспен көмкерілген ақ ордаларда отыра жалықтым. Енді маған әдемі қырналған ақ сүйектен, кемігі жоқ қақ сүйектен, ылғи ғана бас сүйектен, сарғаймаған жас сүйектен сарай салынсын деп бұйырады. Сарайдың бірінші қабаты әйелдердің, екінші қабаты еркектердің, үшінші қабаты құстардың бас сүйегінен қалансын дейді. Адамдар мен құстардың әрбір 6 ағайындысының 3-інің басы, 5 ағайындысының 2-інің басы, 3 ағайындылардың 1-інің басы алынатын болсын депті. Хан жарлығы 2 бола ма? Сонымен қаһарлы ханның қайырымсыз жарлығы орындала басталыпты. Күндерде бір күн кезек 3 ағайынды үкілерге келіпті. Патша жарлығы бойынша ең кенженесі байғыздың сүйегін апарып берер уақыт жетіпті. Бірақ қайсар да батыр үкі